Так, қараңыздар. Туындының анықтамасы не мынау. Біз алдыңғы сабақта қараңыздар. Міне, мынаны есептедік. Біз және мынаны есептедік. Алдыңғы сабақта. Енді біздің қазір мақсатымыз. Мынаны есептеп, ықшамдап, соңында оның шегін табу. Мына дельта x нөлге ұмтылғандағы. Осы шекті тапқандағы пайда болған мәндерің сендердің ол туынды деп аталады. Туынды. И әрқашан осылай жазып отырмас үшін оны қысқаша түрде қараңыздар. Бұлай штрихпен белгілейді. Функцияның үстіне мынандай штрих белгілейді, штрихпен белгілейді. Енді көрсек, ол не қылған нәрсе екен. Функцияның туындысын табайық. Қараңыздар, функция бізде мынандай болсын. Айта кететін нәрсе, мына жерде y тұр, ал мына жерде неге f тұр. Мысалы, мына жерде неге f тұр. Айырмашылық жоқ, неге өйткені сіздер мына y-тің орнына в любой момент f от x деп жазуға болады. F от x деп жазуға болады. Ешқандай айырмашылық жоқ, әлі сіздерге былай айтқанда әзірге ешқандай айырмашылық жоқ. Так, жақсы. Шешу. F от x бізде тең 3x квадратқа. Міне, мынауымыз бізде бар. Енді табу керек f от x қосылған дельта x. Табайық. F от x қосылған дельта x. Тең. Мына жердегі аргументтің орнына мен қоямын x қосылған дельта x-ті. 3 көбейтілген x қосылған дельта x квадратта. Тең. Енді мына жерді ықшам деймін. Жақшаны ашайық, қысқаша. Жақшаны ашамыз емес, алдымен квадрат тайық жақшаның ішінде өрнекті. Қысқаша көбейту формуласының көмегімен, яғни қосындының квадрат формуласымен. Ол бізде болады. X квадрат. Иә, айта ғой. X квадрат. Қосылған 2 көбейтілген x көбейтілген x. Дельта x. Дельта x. Қосылған дельта x квадрат. Дұрыс. Енді не істеп жіберейін, айтыңдаршы. Мына 3-ті әрқайсысына көбейтеміз. Иә, жақшаның ішіндегі әрбір қосылышқа көбейтейік, сонда бұлай болады. Не осылай болады. X пен дельта x-ің арасында көбейту символын қою былай айтқан кезде рекомендуется. Өйткені сіздер шатас кетулеріңіз мүмкін мына жерде. Так, жақсы. Енді формулаға апарып қойық. Бізде мына жерге бөлшекке апарып қойық и алдына шекті қойық. Шек дельта x-іміз нөлге ұмтылады. Үстіне f от x қосылған дельта x-іміз ол бізде міне 3x квадрат қосылған 6x көбейтілген дельта x қосылған 3 дельта x квадрат. Азайту f от x, яғни 3x квадрат. Бөлімінде дельта x. Тең. Не байқап тұрсыздар бөлшектің алымында? Қысқарады 3x квадраттар. Қысқарады емес, қалай? Жойылады. Так, енді қайттан жазайын, ерінбей. Шек дельта x ұмтылғанда нөлге. Үстінде бізде қалды 6x көбейтілген дельта x қосылған 3 дельта x квадрат. Бөлімде дельта x. Егер қазір біз дельта x-тің орнына 0 қоятын болсақ, бізде анықталмағандық шығады. 0 бөлінген 0 деген. Демек біз... Иә, дұрыс. X шығарамыз. Дұрыс. Дельта x шығарып жейік. Шек дельта x 0-ге ұмтылғанда дұрыс толығымен. Дельта x үстіне шығарып жейік. Дельта x-ті шығарып жейін. Сонда мұнда бізде 6x қалады. Қосылған
3 дельта x қылады. Бөлімінде тұра береді өз орнында. Енді делинасы не болады осы жерде? Қысқарады. Иә, Жойылады. вот наоборот, мына жерде делинасы қысқарады. Мынау қысқарады. Ба? Мынау жойылады, қос азайтуда жойылады. Мынау қысқарады. Так, енді қалғанын жазайық. Шек дельта x 0-ге ұмтылғанда, так, бөлшек жоқ бізде. Так, мынандай жақша 6x қосылған 3 дельта x. Енді қойық, яғни шекті табайық. Дельта x-тің орнына 0-ді қойық. Сонда бізде 6x қосылған дельта x-тің орнына, қараңыздар, мына жерде 3 көбейтілген дельта x-тің орнына, мына жерде дельта x-тің орнына 0-ді қоямын. 3 көбейтілген 0. Дельта x ол сіздерде x емес, ол дельта x тек дельта x. Мына жердегі x-тің орнына 0-ді қойып жүрмейсіздер. Тең 6x-қа. Так, біз функцияның туындысын таптық анықтама бойынша. Жауабы 6x. Енді әрқашан мынау шек бізде 6x-қа тең болды деп жазбасы үшін қысқаша түрде мына y функциясының туындысы 6x болды деген сөздің орнына былай жазады. Y дейді. Осының туындысы штрих деп жазады. Тең 6x-қа. Түсінесіздер, мына жазуды былай. Y функциясының туындысы 6x-қа тең. Есеп аяқталды. Так, қазір мен запись тоқтатайын.